Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шпинаттан, қызылшадан және сәбізден жасалынған 3 түрлі рулетті жасайтын боламыз. Шпинаттан жасалған рулетке ең бірінші бізге осындай шпинат керек болады. Мен бұны 5-6 мәрте тазалап жуып алдым да, одан соң жуып болғаннан кейін ыстық суға 1 минут уақыт салып қоятын боламыз. Осы уақытта біздің шпинаттарымыз өте таза жуылады, әрі кішкене жұмсара түседі. 1 минуттан кейін суды төгіп тастадым. Біздің шпинаттарымыз осындай кішкене көлемі кішірейе бастады. Одан соң оның үстінен 4 жұмыртқаны жарып қостым. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бірге қосатын боламын. Және үстінен сұйық май қосып, блендердің көмегімен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Осылай блендермен өткізе келе біздің шпинатымыз жақсылап езіліп, осындай сұйық күйге енетін болады. Енді осының үстінен еліктен өткізіп ұнды қосамыз. Осы кезде ұнның ішіне кішкене 1 қасықтай қамыр қопсытқыш қосып, еліктен ұнды екеуін араластырып өткізетін боламыз. Енді силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Арасында ешқандай да түйіршік қалып кетпеу керек. Бізде осындай сұйықтық пайда болды. Енді тапамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстінен сұйықтығымызды құятын боламыз. Енді қызып тұрған пешке салып 15 минут уақыт пісіріп аламыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге осындай 1 бас чеснок керек болады. Чеснокты үккіштің көмегімен жақсылап өткізіп алдым. Одан соң бізге сыр керек. Мен эмир сырын пайдаландым. Сырды үккішпен оны да жақсылап өткізіп алатын боламыз. Үстінен қалауларыңызға қарай майонезді көп немесе аз етіп қоссаңыздар да болады. Мен орташа көлемде етіп қостым және жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз толығымен дайын болды. Осы арада біздің рулетіміз де пісіп қалған екен. Осылай болып пісті беткі жағы. Үстелдің үстіне целлофан немесе пищевой пленканы төсеп, осының үстіне орналастырамыз. Әрине суығаннан кейін рулетімізді алу керек. Одан соң ішінен салмасын саламыз. Салмасын біркелкетіп, барлық жағын бірдей салып алдым. Одан кейін рулет тәріздес етіп, осылайша орап шығатын боламыз. Осылайша біздің рулетіміз толығымен дайын болып шықты. Енді кемі 5-6 сағат уақытқа тоңазытқышқа салып қоюымыз керек болады. Сол кезде салмасы рулетімізге сіңіп өте дәмді болып шығатын болады. Мен бұл рулетті тоңазытқышқа 1 түн уақытқа қойып қойдым. Неғұрлым ұзақ уақыт тұрса, біздің рулетіміз соғұрлым дәмдірек болып шығады. Енді қызылшадан жасалған рулетті жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай 4 бас қызылша керек болады. Қызылшаны үккіштің үлкен көзінен барлығын дерлік өткізіп алдым. Барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін үстінен жұмыртқаны қосамыз. Мен бұл кезде жұмыртқаның сарысы мен ағын бөлек қостым. Ағын бөлек ыдысқа алып, сарысын қызылшаның үстінен қостым. Енді блендердің көмегімен жақсылап осылай ұсақ етіп езіп алатын боламын. Осылай езіп алатын болсаңыздар, біздің қызылшамыз пісу барысында өте тез пісіп шығатын болады. Қызылшаны езіп болғаннан кейін жұмыртқаның ағын миксермен жақсылап 10 минуттай араластырып алатын боламыз. Үстінен еліктен өткен ұнды қосып, лопаткамен жақсылап араластырдым. Миксерленген жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Ақ уызын 2 бөлікке бөліп қоса отырып, араластырып, осындай сұйықтық дайындап шығамыз. Араластыра келе бізде осындай сұйықтық пайда болады. Енді противеннің үстінен міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, сұйықтығымызды үстінен құйып жайғастырып шығамыз. Беті біркелкі болып шығу үшін табамызды кішкене осылай сілкілеп жерге ұрып жіберетін болсақ, кішкене тегістеле түседі. Енді қызып тұрған пешке салып 15-20 минут уақыт пісіріп аламыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған осындай сыр керек болады. Мен эмир сырын пайдаландым. Үккіштен оны жақсылап өткізіп аламыз.
осыған енді қалауларыңызға қарай аскөкті кішкене қосып, оның үстінен 3-4 ас қасықтай майонезді қосып, салмамызды жақсылап араластырамыз. Салмасын өз қалауларыңызға қарай жасай бересіздер. Сырды қоспай, егер орнына творожный сырды қосып жасасаңыздар да болады. Осымен ішіне салатын салмасы дайын болды. Осы арада біздің рулетіміз де пісіп шықты. Суп болғаннан кейін пищевая пленканы немесе целлофанның бетіне орналастырып, пергамент қағазын шешіп аламыз. Оның үстінен жаңағы дайындап қойған салмасын қосамыз. Салмасын әдеттегідей барлық жағына бір келкетіп жайып шығу керек болады. Одан соң өз қалауларыңызға қарай мейізді ортасына осылайша етіп қоссаңыздар болады. Кескен кезде өте әдемі көрінеді. Одан кейін рулетімізді жақсылап орап шығамыз. 5-6 сағаттан кейін рулеттерімізді кесіп ұсына берсек болады. Сәбізден жасалған рулетті осы экранның үстін басып көре аласыздар.